Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Каналыма қош келдіңіздер. Қазіргі таңда ерекше хит болып жатқан шоколадты құлпынай дайындаймыз. Барлық нюанстарын түсіндіремін. Видеоны өткізбей, соңына дейін мұқият қараңыз. Сонда бір жасағаннан ойдағыдай шығатын болады. Ендеше бисмиллах деп бастаймыз. Ең алдымен құлпынайды ағын суға бір-бірден мұқият жуып аламыз. Қағаз сүлгінің көмегімен кептіреміз. Шоколад суды ұнатпайды, сол себепті құлпынайлардың барынша құрғақ болуын қадағалаңыз. Мен какао майын қолданатын боламын. Ыдыста 10 грамм, оны баяу отта ерітіп аламын. Какао майының орнына кәдімгі сұйық тамақ пісіретін майды қолдануға болады. Алдымен ақ шоколадты ерітіп аламын. Ыдысыма бір ас қасық какао майын қалдырамын. Үстіне ақ шоколадты бөлшектеп салып, ең баяу отта әрдайым араластыра отырып ерітемін. Шоколадты су моншасында немесе микротолқынды пеште ерітсеңіз болады. Мен секілді какао майын қолдансаңыз, оны бірінші етіп ерітіп алу керек, себебі шоколад пен какао майының еру температуралары әртүрлі. Қолдан келгенше ірілеу құлпынай таңдауға тырысыңыз, сонда әдемі үйлесімді көрінеді. Кептірілген құлпынайларымызға осындай ағаш таяқшаларды тығып қоямыз. Сонда шоколадқа аунату, батыру оңай болады. Кез келген кондитерлік дүкенде сатылады. Еріген шоколадты ыңғайлы болу үшін стаканға құйып алдым. Құлпынайдың сабақтарын қолымызбен жинап, ұстай отырып шоколадқа батырамыз. Каналымда Рамазан айында әрдайым хит болатын шоколадты құрманың рецептісі бар. Шоколадты құрма видеосында шоколадқа сұйық май қосып істеген болатынмын. Шоколадты құлпынайды сұйық маймен істейтін болсаңыз, сол видеоны көріп шығыңыз. Құлпынайды толықтай батырып алған соң, артық шоколад ағып кету үшін аз ғана сілкілейтін боламыз. Пергамент қағазына орналастырамыз. Кез келген дүкенде сатылатын воздушный пористый шоколад қолданып жатырмын. 80 грамм ақ шоколад үшін шамамен 3 грамм какао майы қажет болды. Немесе 3 грамм сұйық май қолдансаңыз болады. Құрметті сүйікті көрермендерім, қазақша каналымның ары қарай дамуына үлесіңізді қосыңыз. Видео ұнаса, пайдалы болса, тегін лайктарыңызды басып, керемет деп пікір қалдырыңыз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарий бөлімінде міндетті түрде жауап беремін. Ал жаңа көрермен болсаңыз, алдағы пайдалы видеоларды жіберіп алмау үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыз, видеоны бірінші болып көретін боласыз. Фантазияңызға ерік беріңіз, қалауыңызша әсемдеңіз. Бұл жерде менде майдаланған арахис. Кокос жоңқасымен әсемдесеңіз де өте әдемі болады. Ыдысыма шамамен 2 ас қасық ерітілген какао майын құйдым. Енді сүтті шоколадтан 2 плиткасын бөлшектейтін боламын. Отқа қойып, әрдайым араластырып отырып, ең баяу отта ерітіп аламын. Шоколад тез күйіп кетуге бейім болғандықтан, әрдайым араластыра отырып еріту өте маңызды. Ерітілген шоколадта түйіршіктер пайда болса, шоколадыңыз күйіп кетті деген сөз. Мен бүгін сүтті шоколад қолданғым келді. Сіз қаласаңыз, кез келген дүкеннен, кез келген өңірден табылатын Қазақстан шоколадын қолдансаңыз болады. Құлпынайымыздың сабағын ұстап, мұқият етіп батырып, аунатып аламыз. Артық шоколадын ағызып, пергамент қағазына орналастырамыз. Бұл видеода қиындатпай шоколадты құлпынайды дайындаудың үй жағдайындағы әдісін көрсетіп жатырмын. Тапсырысқа жасайтын болсаңыз, кондитерлік дүкендерден нағыз бельгиялық, италиялық шоколадтарды алып, темперирование жасау міндетті. Темперирование дегеніміз
шоколадтың температурасын өзгерте отырып, оның құрылымын тұрақтандыру процесі. Мұндай шоколад жылтырап тұрады және құрылымы тұрақты болғандықтан тез еріп кетпейді. Осы видео 50 мыңнан артық қаралым жинайтын болса, шоколадқа темперирование жасаудың ең оңай әдісін көрсетіп, видео түсіретін боламын. Осы тақырып қызықты болса, қолдауларыңызды аямаңыздар. Енді құлпынайымызды шоколад қатқанша шамамен 15 минутқа тоңазытқышқа жібереміз. Артылып қалған ақ және сүтті шоколадты кондитерлік қапқа салып алдым. Құлпынайларды әсемдейтін боламын. Осындай қарапайым безендірудің өзі әдемі, сәнді көрінеді. Шығармашылық қабілеттеріңізді оятатын сондай медитациялық процесс. Дайын болған шоколадты құлпынайларымызды әрдайым тоңазытқышта сақтаймыз. Дастарханға ұсынар алдында 10-15 минут бұрын шығарып қоямыз. Құрметті сүйікті көрермендерім, қазақша каналымның ары қарай дамуына титтей болсын үлесіңізді қосыңыз. Тегін лайктарыңызды аямай басып, кез келген пікір қалдырыңыз. Осы видео басқа да көптеген көрермендерге көріну үшін қолдауларыңыз керек. Көбірек адамға пайдалы болғым келеді. Шын мәнінде тренд болатындай, хит болатындай ерекше дәмді десерт екен. Жүректерді жаулайтын, басты айналдыратындай өте дәмді. Міндетті түрде үй жағдайында дайындап, отбасы мүшелерін қуантыңыз. Дастарханыңыздан дәм үзілмесін. Амандықта, жақсылықта, жаңа видеоларда жүздескенше.